Сәлем достар, бүгін өте оңай өзінің формасын ұстап тұратын, биік болып пісетін бисквит дайындайтын боламыз. Ыдысқа 5 жұмыртқаны ақ уызынан, сары уызынан ажыратып алатын боламыз. Міндетті түрде сарысы ақ уызға араласып кетпеуі қажет. Осылай барлығын дайындап аламыз бірінші. Одан соң миксерді ең төменгі жылдамдығына қойып, ақ уызды ағарғанша осылай қозғайтын боламыз. Осылай ағарып бастаған кезде жанынан қантымызды аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Бұл жерде миксердің жылдамдығы ең төменгі жылдамдық. Барлық қантымызды қосып болғанша жылдамдығын көбейтпейміз. Осылай барлық қантымызды қосып болғаннан кейін жылдамдығын сәл қосатын боламыз. Енді ағуыздың өзінің формасын ұстап тұрғанша осылай араластырып алатын боламыз. Дәл осылай ыдыстан түспейтіндей болып өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Одан соң сол орта жылдамдықпен сарысын жұмыртқаның осылай бір-бірден қосып отырып миксерлеп алатын боламыз. Барлығын қосып болғаннан кейін 2-3 минут шамасында осылай тағы да араластырып алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай масса шығады. Көпіршіп, әдемі болып шығатын болады. Енді ұнға кукурузды крахмалымызды қосып, екеуін жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Одан соң ситадан осылай жартысын өткізіп аламыз ұнымыздың. Одан соң лопаткамен астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Венчикті миксерді қолданудың қажеті жоқ. Тек осылай лопаткамен астынан жоғарыға қарай қозғап тұру қажет. Енді қалған ұнымызды салып, тағы да жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Міне біздің массамыз осылай қоюланып шықты. Одан соң өзімізге қажетті форманы аламыз. Менде сантиметрі 20. Енді барлығын құйып, духовкада қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут ұстап алатын боламыз. Міндетті түрде бетін ашпаңыз, 25 минут өтпей бетін ашуға болмайды. Егерде ашатын болсаңыз, сіздің бисквитіңіз көтерілмей қалатын болады. Міне бисквит пісті. Енді формадан алуға асықпаймыз. Осылай формасымен төңкеріп немесе қойып, толықтай суығанша қалдыратын боламыз. Енді толықтай суығаннан соң жанын осылай кесіп, формамыздан босатып алатын боламыз. Босатқаннан соң осылай пищевая пленкаға орап, холодильникке бір түнге немесе 1-2 сағаттай уақытқа салып қоятын боламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын. Мен 2 сағат салқындатып алдым холодильникте. Өзінің формасын ұстап тұр, өте үлкен болып пісті. Тура осы рецепттегідей дайындайтын болсаңыз, сіздің бисквитіңізде дәл осындай болып шығатын болады. Егерде видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.